Өте шұғыл дерек, жылдам хабарнама, жұлдызды жаңалық. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Айтыскер Айнұр Тұрсынбаева, неге маған бұлай болды? Осы сұрауға жауап іздегіңіз келсе, арнамыздағы видеоны соңына дейін тамашалап, бір ғана лайк және де подписаться түймелерді баса кетуіңізді ұсынамыз. Ал онда біз бастадық. Айтыскер Айнұр Тұрсынбаева туралы қызықты деректі Спутник дерек қорынан оқыңыз. Айнұр Тұрсынбаева 1977 жылы бұрынғы Семей облысы Ақсауат ауданы Көкшара ауылында, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында қарасты ауылдардың бірінде дүниеге келген. 1994 жылы қазіргі Жамбыл облысы Мойынқұм ауданындағы 10 жылдық мектепті бітірген. Ақын қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында балалық шағында көп қиындық көргенін айтады. Мектепте оқып жүрген кезінде жағдайы нашар төмен отбасыларына беретін киімдермен өстік қой деп айтады. Ол сол кездерде мемлекет киім беретін еді деген сөзімен үн қатты. Сабақта отырсаң, сондай киімге сұраныс сұхбаты өтіледі. Ол жерге сен жазба түрде жазасың, жауап бересің. Мысалы, менің қыстық пальтом немесе қыстық аяқ киімім жоқ деген сияқты. Кейін оны алып келеді де бүтін кластың көзінше столдың үстіне әкеліп қояды. Сол кезде жағдайы жоқ отбасыларға мемлекет көрсететін жақсылығы ғой. Мемлекет жылы сайын киім беріп тұратын. Сондай киімдерді өстік қой. Бұл менде жоқ, түкте жоқ деген сөзбен тең деді ол. Ол Ләйла Сұлтан қызына берген өз сұхбатында. Сонымен қатар, Айнұр Тұрсынбаева сұхбатының бірінде осылайша үн қата бастады. Ол студенттік дәуірінде де бірнеше рет қиындыққа ұшырағандарын айта кеткен. Студент болдық, жатақханада тұрдық. Қарнымыз аш болған жағдайлар өте көп болды. Троллейбуста ақшамыз жоқ кезде жаяу жүрдік. Бар болғаны барлық студенттің басына өткен жағдай ғой. Бар болғаны сол кезде Айнұр мынандай жерге барып, айтысып, ән айтып кет дейтін. Сол кезде барып әнімізді шырғап қайта беретінбіз. Сол кездері нан да жоқ, қант та жоқ, ертесіне не жеймін деген ойменен ұқтайтын күндерімде болды ғой. Қазіргі күнде Айнұр Тұрсынбаева тұрмысқа шыққан, бір ұлы және де бір қызы бар. Яғни күйеуі Жамбыл облысы басшылық қызметін атқарған. 2002-2008 жылдары Сенат депутаттығы орында жұмыс атқарған. Қазақстанның президенті Шәмшат Исабеков. Жолдасым көп аузына түсуді отбасымыздың көп аузына түсуіне қарсы. Мен таңдауды сәттілі жүзеге асырғанмын. Алайда ол өмірде де, отбасыда да жақсы тұрақты адам. Менің ғана емес отбасымызға тірек болсын деп Алладан сұранып отырамын. Алла тағала барлық келіншекке әйел бақыты несіп етсін деп үн қатады Айтыс Қазақстан порталында өзіне тапсырған сұрауламасында. Айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаева бірінші рет 1991 жылы Қайрат Рысқұлбековке қарсы айтысын айтады. Сол кезде ол ел алдына түскен айтыскер ақын қыз атанды. Сонымен қоса ол Төле би 300 жылдығына арналған айтыскерлер жарысында жүлделі 2-ші орынды иеледі. 1994 жылы Абай атындағы кеште жүлделі 1-ші орынды иелеп халық аузына түскен айтыскер қыз атанды. Ол Жамбылдың 150 жылдығына арналған кеште жүлделі орындардың қатарында көріне бастады. Айнұр Тұрсынбаева айтыскер ақындардың арасында жұмсақ даусыменен, асыға үн қатпастан жайлап қана жіберіп ән айтуыменен, тымнық көңіліменен халықтың алдында олардың көңілін иелей бастады. Мен бар болғаны айтыста қанша көлік ұтып алғанымды айттым. Айтыскер ақын айтыстан ұтып алған көліктерінің санын өз сұхбатында айта кетті. Яғни ол осы уақытқа дейін 34 көлік ұтып алған және олардың әрқайсысын қарсыластеріменен болған. Оны сый тартқан күндерімде болды. Талай көлікті сатып та жібердім. Бірақ мен ақшаға салақпын. Қанша көп табыс тапсам, бүгін тапсам, ертеңге жоққа шығарамын. Алайда менің жоқшылыққа ұшыраған күндерім өте көп болды деп айтыскер ақын өзінің эфир жүргізушілеріне берген сұрауламасында. Сонымен қоса айтыскер осы уақытқа дейін тұрақты жұмыс атқармағанын айтып өтеді. Менің жасым 40-қа келді. Алайда мен әлі күнге дейін ұзақ уақытта тұрақты жерде жұмыс істегені есімде жоқ. Көпшілік айтысты менің кәсібім деп ойлайды екен. Алайда кәсібім емес, айтыс менің өмірім дейді Айнұр Тұрсынбаева. Және де ол осы уақытқа дейін айтысқан болса, оларға қарсыластарының бәрін өзінің жанұясындай көретіндігін, олардың бәрі оның жанұясы отбасындай болатындығын түсіндіре айтып өтті.
Айнұр Тұрсынбаева психологияны терең меңгеріп, өзінің өмірінде болған құлазықтарға, бұлардың бәріне не себеп болды, неліктен бұлай болды деген сұрақтарға өзіме жауап іздедім. Кейіннен білсем, бұның бәрі өзімнен екен. Психологияны қанша терең үйренсең, өзіңнің неге айыптар екеніңнің бәрін түсінеді екенсің. Осыдан кейін менің өмірім жақсы жаққа өзгеріп, нұрлана бастады, дейді Айнұр Тұрсынбаева. Және бір бөлек әңгіме. Айнұр Тұрсынбаеваның айтатын әңгімесі. Мен осы уақытқа дейін адамдарға әңгіме айтып жатса бір кетіп басқа сөзді айтып жіберемін. Одан кейін олар менен ренжіп жүреді. Алайда менің көңілімде ешқандай қара ой жоқ еді. Бірақ олардан мен кейін барып кешірім сұрайтынмын. Алайда олардың көңілде менің айтқан сөздерім қалып кететін. Ал мен психологияны оқығанымнан кейін осыған терең мағына, терең күш беріп ойланатын болдым. Осылайша қазіргі күнде бұл проблемада менде жағдай жоқ, деді Айнұр Тұрсынбаева. Айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаева бүгінгі күнде жаңа бизнес түрін тапқан сияқты. Яғни ол психологиялық тренинг. Инстаграм парақшасында ол психологиялық тренингдерді өткізеді. Алайда Айнұр Тұрсынбаеваның айтуы бойынша, осы уақытқа дейін 2000-4000-ға дейін көрермендері болғанын айтады. Алайда бұның бәрі халықтың қызы Айнұр Тұрсынбаева ақын қыз болғаным себепті деп ойлаймын. Яғни бұның бәрі маған ақындық айтыстың арқасында келген. Халықтың қалаулысы болғаным үшін маған бақыт, табыс, ақшалай көрінісінде маған келіп жатыр. Алайда менің өмірім бүгінгі күнде өте жақсы, дейді Айнұр Тұрсынбаева өзінің берген сұхбатнамасында. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де жұлдыздар жаңалықтарды алғашқылар қатарында біліңіз келсе, каналымыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін қарауыңызды ұсынамыз. Ал онда біз сау болыңыздар.